everyone, how are you? My name is Бақытгүл. I'm an English teacher. Бұл каналда жалпыда ағылшынды нөлден бастап үйренуге өте ыңғайлы канал. Тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Өзіңізге де, балаңызға да көруіне әбден болады. Деңгейін жалпыда әртүрлі деңгейдегі видеолар түсірілген, қарап шығсаңыздар болады. Және де хабарландыру, егер балаңыз жәнегі нишқа тапсыратын болса, немесе ұбт тапсыратын болса, осы номерге хабарласып, курсқа жазылсаңыз болады. Курс онлайн түрде өтеді. Егер Өскемен қаласында болсаңыз, офлайн өткізуге болады. Ништаға келетін, мөлшерлі келетін сұрақтар бойынша, тексттер бойынша дайындайтын боламын. Және де ол текст бойынша, және де сол текстте қандай сұрақтар келуі мүмкін, сол сұрақтардың мүмкін болады деген сұрақтарды талдап шығамыз. ұбт-ға да дайындайтын боламын. Және де тек бұл ғана емес, жалпы балаңыздың ағылшын деңгейін көтергіңіз келсе, немесе үй тапсырмасынан қиналып жүрген болсаңыз, курсқа жазылсаңыз болады. Әр балаға жеке подход дейді ғой, жеке өзіне қажетті деңгейіне сай оқытатын боламын. Тіркеліп курсқа жазылып алсаңыздар болады. Номерді астына сілтемеге де жазып қоямын. Енді келесі сабаққа көшейік. Жалпы бүгінгі сабақта сіздермен уақытты өтетін боламыз. Яғни уақытты айту, сағатты сұрау. Сол сағатты қалай айтатын, ағылшынша сағат сұрағанда қалай жауап беретінімізді үйренетін боламыз. Ең бірінші, сағат неше болды деген сұрақтан бастайық. What time is it? Яғни what time is it деп сұраймыз. Уақыт неше деген сөз. Сұрақтар туралы видео бөлек түсірген болатынмын. Сол видеода басқа сұрақ сөздердің барлығын талдағанбыз. Ал уақытқа байланысты сұрақ жәнегі what time is it? Жақсы, енді тура уақытты айтайық. Ең бірінші тура уақытты o'clock деген сөзбен қосып айтамыз. Мысалы, сағат қазір тура 12 болды десек, it is 12 o'clock деп айтамыз. It's 12 o'clock. Сағат тура 12. Осы o'clock деген сөзді тура болған сағаттың барлығына қолдана аламыз. Мысалы, сағат тура 6 болды десек, it's 6 o'clock. Тура сағат 9 болды десек, it's 9 o'clock. Яғни тура сағатты айтқан кезде o'clock сөзін қолданамыз. Енді 15 минут кетті, және жарты сағат болды дегенді үйренейік. Ал қалғаны, мысалы, минуттарды 5-10 деген 5-10 деп айта береміз. Тек 15 минут пен жарты сағаттың айырмашылығы бар. Енді кетті деген сөзді алайық. Бірінші past. Кетті дегеніміз past. Ал егер қалса, онда to болады. Past кетті, to қалды деген сөз. Мысалы, сағат 12-ге 15 минут қалды. Осы жердегі жаңағы айтқан 15 минут дегенімізді quarter дейміз. Яғни quarter деген ширек деп аударылады. Яғни 4/1 бөлігі. Яғни 15 минут ол біздің толық бір сағатымыздың 4/1 бөлігі болып табылады. Сондықтан оны quarter деп айтады. It's, мысалы, 15 минут қалды деп айттық. 15 минут, 12-15 минут қалды. It's quarter to 12. To деген қалды деген сөз. Енді кетті деп айтсақ, it's quarter past 12. 12-ден 15 минут кетті. Жақсы. Енді осы quarterны басқа сағатпен бірге айтайық. Жақсы есте сақтау үшін. Мысалы, 6-да 15 минут кетті.
It's 6:15. 5-тен 15 минут кетті. It's 5:15. Енді 4-ке 15 минут қалды деп айтайық. It's 3:45. It's 3:45. 4-ке 15 минут қалды. Quota сөзін жақсы меңгерсек, келесі, мысалы 5 минут кетті деген сөздерді айтайық, оны 5 деп айта береміз. Мысалы 7-ден 5 минут кетті. It's 7:05. It's 7:05. It's 5 minutes past 7 деп айтсақ болады, немесе it's 7:05. Енді 10 минут қалды деп айтайық 4-ке. It's 10:04. Яғни 10 минут қалды 4-ке. It's 10 minutes to 4. Minutes деген сөзді қоссаңыз да болады, қоспай айтсаңыз да болады. Енді жарты сағат дегенде ерекше қылып айтамыз деп айтқан болатынмын. Жалпы бүтін нәрсе жаңағы толықсақ толық десек, ширекті quota десек, жалпы бір нәрсенің жартысын біз half дейміз. Сол сияқты 30 минут ол 1 сағаттың жартысы болғандықтан half деп айтылады. Мысалы, тура сағат 5:30 болды десек, сағат 5:30 болды дегенде it's 5:30. Half-ты үнемі past деп айтамыз, енді ол кетіп тұрғы себебі. 3:30 болды десек, it's 3:30. It's 3:30. Өте жақсы. Енді 2 қалды, past кетті, half жарты сағат, quota 15 минут, ал басқа минуттардың бәрін санмен айта береміз. 5 minute, 10 minute, 9 minute болса да, quotаны ұмытпаймыз, half'ты ұмытпаймыз. Қалған бәрін санмен айтамыз. Мысалы, 20 минут кетті десек, it's 20 past 4. 4-тен 20 кетті. 6-дан 25 кетті деп айтайық. It's 25:06. Өте жақсы. Тағы бір уақытты қалай сұрайтынымызды қайталайық. What time is it? What time is it? What time is it now десек те болады. Қазір сағат қанша? What time is it now? Яғни сағатта қарап. Қазір сіз осы видеоны сағат нешеде көріп отырсыз? Соған байланысты біліміңізді тексеріп, астына комментарийға it is сағат неше болған жаз кетсеңіз болады. What time is it now? Осы сұраққа жауап беріп кетіңіз. Бүгінгі видео сағат туралы түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Келесі видеода кездескенше, see you, goodbye.